Бәріне сәлем достар, бүгін сіздермен іш бұлшық еттерін талдайтын боламыз. Іш бұлшық еттері орналасуына байланысты алдыңғы топ, бүйір топ және артқы топ бұлшық еттері деп бөлінеді. Ең алдымен бүйір топ бұлшық еттері ең бетке орналасқан бұлшық ет, іштің қиғаш сыртқы бұлшық еті. Musculus obliquus externus abdoministен бастаймыз. Бұл бұлшық еттің талшықтары төмен орналасқан 8 қабырғалардан басталады да, төмен және қиғаш бағытта жүре отырып, апоневроздық табақшаға жалғасады. Апоневроздық табақшаның төменгі бөлігі бізде мықын сүйегінің қырқасының сыртқы еніне барып бекиді. Еске сала кетейік, мықын сүйегінің қырқасының сыртқы ерні лабиум экстерна, ішкі ерні лабиум интерна және линия интермедия деп аталатын аралық сызықшасы бар. Musculus obliquus externa бізде сыртқы еріншеге барып бекиді. Ал қалған бөлігі медиалды бағытта жүріп, спираль сияқты оралып, бізде шап байлама лигаментум инguinaliді құрайды. Бұл бұлшық еттің қызметі іш қуысындағы қысымды реттеп отырады және егер бір жағы жиырылатын болса, онда тұлғаны қарама-қарсы жаққа бұрады. Келесі бұлшық ет дәл осы бұлшық еттің астында орналасқан іштің ішкі қиғаш бұлшық еті. Musculus obliquus internus abdominis деп аталады. Бұл бұлшық ет талшықтары бізде терісінше мұнда төменнен басталады. Яғни қырқа, бағанағы мықын сүйегінің қырқасының линия интермедия деп аталатын аралық сызықшасынан басталады және мына орналасқан шап байламының 3/2 бөлігінен басталады да, талшықтары жоғары қарай бағытталады және жоғары қарай бағытталып, бізде төменгі 3-4 қабырғалардың сыртқы бетіне барып бекиді және латеральды қапталында апоневрозға ұласып, іштің ақ сызығы линия альбаны құрауға қатысады бұл бұлшық ет. Және бұл бұлшық еттің қызметі тыныс алуды және іш қуысындағы қысымды реттеп отырады және егер бір жаққа бізді жиырылған болса, тұлғаны сол жиырылған жаққа қарай бұрады. Яғни жаңағы сыртқы қиғаш бұлшық ет жоғарыдан төмен қарай келетін болса, ал ішкі қиғаш бұлшық ет төменнен жоғары қарай 90 градус жасап бір-бірімен қиылыса орналасады. Келесі біздің бұлшық етіміз, ол бізде іштің көлденең бұлшық ет деп аталады. Міне, Musculus transversus abdominis. Бұл бұлшық еттің талшықтары жоғарыдан және төменнен басталып, қиғаш бағытта жүреді, яғни көлденең бағытта жүреді. Жоғарыдағы бұлшық ет талшықтары төменгі қабырғалардан басталады, ал төменнен келе жатқан бұлшық еттері бағанағы мықын сүйегінің қырқасының ішкі ерінен басталады және жоғары қарай көтеріледі. Жоғарыдағы талшықтар төмен қарай түседі, ары қарай бізде көлденең бағытта жүреді. Көлденең бағытта жүріп, бұлшық ет талшықтары іштің тік бұлшық етінің қынабын және ақ сызық линия альбаны құрайды. Бұл бұлшық еттің қызметі тыныс алуға қатысады және іш қуысында қысымды реттейді. Егер бір жақты жиырылған болса, тұлғаны сол жаққа қарай бұрады. Келесі бұлшық ет, ол бізде іштің алдыңғы топ бұлшық еті, жаңағы біздегі 3 бұлшық етіміз іштің бүйір топ бұлшық еттері болса, келесі 2 айтатын бұлшық етіміз, ол бізде іштің алдыңғы топ бұлшық еттері болады. Ең бірінші ол Musculus rectus abdominis, іштің тік бұлшық еттері, пресс шығарған кездегі шығатын бұлшық еттер. Бұл бұлшық еттер жоғарыда бізде 5-7 қабырғаның шеміршектік бөлігі мен төс сүйегінің семсер тәрізді өсіндісінен өз бастауын алады да, төмен қарай бағытталып, симфиз, яғни қасаға симфизімен қасаға сүйегінің төмпешігі туберкулум пубикумге барып бекиді.
келесі бұлшықет ол бізде міне мускулус пирамидис деп аталатын сыртқы пішіні пирамидаға ұқсас келген бұлшықет болып табылады. Бұл бұлшықет жаңағы іштің тік бұлшықетінің шат сүйегіне бекіген жерінен басталады да, сол бекіген жерінің алдыңғы қапталынан басталып, жоғары қарай өрлеме бағытта жүріп, іштің апоневрозды ақсығышасы линия альбаға барып бекиді бұл бұлшықет. Бұл бұлшықеттің қызметі іштің іш қуысындағы бізде қысымды реттейді біріншіден, және жиырылған кезде іштің ақсығы линия альбаны кереді. Келесі бұлшықет бізде іштің артқы топ бұлшықеттері. Іштің артқы топ бұлшықеттеріне олған бізге белдің шарш тәрізді бұлшықеті мускулус квадратус люмборум жатады. Бұл бұлшықет шаршы тәрізді, яғни 4 бұрышы болғандықтан шаршы тәрізді пішінді болып келген, және мықын сүйегі қырқасы мен 12-ші қабырғаның арасында бекіп орналасқан бұлшықет болып табылады. Және бұл бұлшықет егер бір жақты жиырылатын болса, тек бір жағы ғана жиырылатын болса, мықын сүйегін жоғары көтеріп, 12-ші бекіп тұрған 12-ші қабырғаны төмен қарай түсіреді. Омыртқа бағанасының бел бөлігін бүгетін болса, екі жағы бірдей жиырылады. Және бел бөлігін бізде шалқайтады артқа қарай.